Достар сәлем. 8-ші сынып алгебрасының 4-ші тоқсанға арналған БЖБ-сын шығарып көрейік. БЖБ теңсіздіктер тақырыбына арналған бірінші нұсқасын қарайық. 4 мынандай тапсырма болады. Әрқайсысы теңсіздікпен байланысты. Олай болатын болса әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетейік. X-ің қандай мәнінде x квадрат минус 4x минус 12 өрнегі теріс мәндерді қабылдайды. Яғни, мына өрнекті алдымен көшіріп аламыз. Теріс мәндерді қабылдайды деген сөз 0-ден кіші болады деген сөз. Өткен 0-ден кіші сандар бізде теріс мәндерді қабылдайды, дұрыс па? Олай болатын болса, біздер ереже бойынша бірінші және екінші түбірлерін тауып алуымыз керек. Алгоритм қалай? Алдымен 0-ге теңестіріп аламыз. Сосын кәдімгі квадрат теңдеу шығарамыз. Дискриминант тең 4-тің квадраты азайтамыз, 4 көбейтілген минус 12 тең болады 16, 2 минус бізге плюсті береді 48, 64. Ары қарай бірінші түбір табайық. 4 қосылған түбір асты 64 8-ге тең, 2-ге бөлеміз. 4 қосылған 8, 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Екінші түбір 4 азайтылған 8 бөлінген 2 тең болады минус 4, минус 4-ді 2-ге бөлсек минус 2 болады. Олай болатын болса, сандық түзуді саламыз. Алдымен минус 2-ні белгілейміз, 6-ны белгілейміз. Сосын мынандай аралықтарға бөлеміз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, минус 2-ден 6-ға дейін және 6-дан плюс шексіздікке дейін. Олай болатын болса, осы аралықтардағы таңбаларды анықтайық. Бірінші 6-дан плюс шексіздікке дейін бір санды алайық. 7-ні мысалы, сөйтіп мына теңсіздікке қоямыз. Қойып көрсеңдер 49 минус 28 минус 12 бізге плюс таңбасын береді. Ортадан минус 2 мен 6-ның аралығынан 0-ді алайық. 0-дің квадраты 0, 4-ті 0-ге өйтсеңдер 0, сонда минус 12-ның өзі қалады. Яғни теріс болады деген сөз. Және мына жерде минус 3-ті алып, мына теңсіздіктің орнына қойып көрсеңдер, бұл жерде плюс таңбасы шығады. Олай болатын болса, бізге теңсіздік теріс болу керек. Теріс мәндерді қабылдайтын аралық. Ол минус 2 мен 6-ның аралысы. Мына жерде өздерін көріп тұрсыңдар міне. Сондықтан минус 2, 6 дейміз да жақша қаламыз. Осы біздің жауабымыз болады. Осы аралықтарда теңсіздік мына өрнек теріс мәндерді қабылдайды. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 6 сантиметрге артық. Егер тік төртбұрыштың ауданы 72 сантиметрден артық болса, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Алдымен, енді тік төртбұрышты біздер білеміз, мен мына жерге салып еске түсіріп жіберейін сендерге. Тік төртбұрыш бір қабырғасын x дейік. Екіншісі 6 сантиметрге артық дейді. Ұзындығы 6 сантиметрге артық. Онда енін x, ұзындығын x қосылған 6 деп алайық. Ауданы нешеге тең болады? Аудан формуласы қандай еді? Аудан формуласы ені мен ұзындығын көбейтеміз. X көбейтілген x қосылған 6. Егер тік төртбұрыштың ауданы 72 сантиметрден артық болса, оның өлшемдері қандай? Өлшемдер деген сөз біздер ені мен ұзындығы қай аралықта жатыр, қандай болуы мүмкін? Соны табуымыз керек. Ауданы таптық. Ауданы 72-ден үлкен дейді. Олай болатын болса, x көбейтілген x қосылған 6 72-ден артық дейміз. Сосын теңсіздік шығарамыз. Жақшаны ашамыз. Алдымен x-ті x-ға көбейтеміз x квадрат. Сосын x-ті 6-ға көбейтеміз. 6x болады. 72-ні сол жақ қарай өткізсек, оң жағында 0 қалады. Сосын кәдімгі квадрат теңдеу шығарамыз. Енді мен қайтадан көшіріп 0-ге теңестірмей қойын. Бірден дискриминант дей салайын. 6 квадрат минус 4 көбейтілген 72 минус таңбасымен тең. 36 2 минус плюсті береді. 4-ті 72-ге көбейтсек 288 болады. 288 қосылған 36, 324. Ары қарай бірінші түбір минус 6 дейміз. Өткен мына жерде бізде плюс 6 болып тұр. Қосылған түбір асты 324 бөлінген 2 көбейтілген 1. Тең минус 6 қосылған 18 бөлінген 2. Тең болады. Минус 6 18-ге қоссаңдар 12 болады. 12-ні 2-ге бөлсеңдер 6 болады. Екінші түбір. Мен мұнан барлығын көшірмей, бірден минус 6, минус 18 дей салайын, тек қана таңбасында айырмашылық, бөлінген 2. Минус 24-ті 2-ге бөлсек, минус 12 болады. Ары қарай теңсіздікті ары қарай шығара береміз. Сандық түзуді саламыз. Минус 12-ні белгілейміз, 6-ны белгілейміз. Енді теңсіздік бізде 0-ден үлкен болады.
аралықтарға бөліп жаңағыдай сандар тексере салсаңдар болады, немесе квадратты теңсіздік 0-ден үлкен болған жағдайда мынаны есте сақтасаңдар болады. Қайта-қайта мына аралықтарға бөлмей, бірден мына аралық болады біздің шешімдер, және мына аралық болады. Міне минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, және 6-дан плюс шексіздікке дейін. Егер квадратты теңсіздік 0-ден үлкен болса, осы аралықтарды болады шешімдері. Бірақ бізде есеп былай ғой. Мына тіктөртбұрыш қабырғалары теріс сан бола алмайды, сондықтан минус шексіздіктен минус 12-ге дейін деген аралықты біздер қарастырмаймыз. Тек 6-дан плюс шексіздікке дейін деген аралықты, сол аралықтағы сандарды қарастырамыз. Олай болатын болса, біздің бірінші санымыз ені, мен мына жерге жазып қояйын, 6 қосылған плюс шексіздік осы аралықтағы сандар деп. Мәселен, мына енін бізде x деген сан, ол 7 болсын, иә, мысалға 7 болсын. Олай болатын болса, ұзындығы 13 болады. Немесе 6,5 болуы мүмкін. Онда ені 12,5 болады. Сонда ұзындығы мен ені 6-дан үлкен сандар деп жауап бере саламыз. Немесе ұзындығы мен ені мына аралықта жататын сандар дейміз. Болды. Жауап осылай болады. Теңсіздікті шешіңіз. 2 бөлінген 2 минус x, 2x қосылған 4-ке бөліндісі дейді. Енді 2 бізде 10 бүтін сан, теңсіздікке ешқандай да әсер етпейді. Әсер ететін тек қана бөлімі. Онда оны бөлек көшіріп алайық. 2 азайтылған x жақшаның ішінде 2x қосылған 4 кіші 0-ден. Мен кіші 0-ден дедім, қатаң теңсіздік жаздым. Өйткені тең 0-ге, кіші не тең 0-ге деп жаза алмаймыз. Өйткені бөлімінде 0-ге тең бола алмайды. 0-ге бөлуге болмайды. Ары қарай мұндай теңсіздікті біздер жеке-жеке 0-ге теңестіріп, таңба ауысатын нүктелерді тауып аламыз. Яғни x-тарды тауып алуымыз керек. 2x қосылған 4 тең 0 дейміз. Сосын мына жерден байқасаңдар x тең 2 болады. Өйткені 2-ден 2-ні азайтсаңдар 0. Бұл біріншісі. Мына жақта 2x тең минус 4 болады. Өйткені 4-ні мына жаққа өткіземіз ғой. Сондықтан ары қарай 2-ге қысқартамыз. Бірден 2 мен 2 қысқарғаннан кейін x тең 2 болады. Сосын мына жақта минус 2. Бұл екінші жауап. Ары қарай сандық түзуді саламыз. Минус 2-ні белгілейміз. Және 2-ні белгілейміз. Бұл жерде де біздер квадратты теңсіздік негізі жақшаны ашып қарасақ та болады. Бірақ қазір біздер тексере салайық таңба аралықтарын. Мынандай аралықтар болады. Бізде 3 аралық минус шексіздікке минус 2-ге дейін, минус 2-ден 2-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін. Мысалы, 2-ден плюс шексіздікке дейін 3 деген санды алып барайық. 2-ден 3-ті азайтсақ минус 1 болады. Теріс. Ал 2 көбейтілген 3, 6, 6-ға 4 қоссақ 10 плюс таңбаға е. Минус пен плюс көбейтсеңдер минус болады. Енді бұл квадратты теңсіздік деді достар. Ары қарай тексермей қойсаңдар да болады. Өйткені мына жақта плюс, мына жақта минус болады. Мына жерде мысалы 0-ді алып қарап көріңдер. 2-ден 0-ді азайтасыңдар плюс болады. 2 көбейтілген 0, 0, 0-ге 4 тосыңдар тағы да плюс. Көріңдер ме? 2-де плюс болады. Мына жақтан тағы да минус 3, минус 4 бір санды алып көріп тексерсеңдер де болады. Ол жақта теріс сан болады. Енді бізде теңсіздік теріс мәндерге ие аралықтарды. Яғни ол минус шексіздіктен минус 2-ге дейін болады. Бірінші аралық. Және біріктіреміз оны 2-ден плюс шексіздікке дейін. Біріктіру таңбасын қоямыз да 2-ден плюс шексіздікке дейін. Осы аралықта біздің теңсіздік теріс таңбаларға ие болады. Келесі 4-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Бұл жерде жеке-жеке әр теңсіздікті шығарып аламыз, сосын соңында жауаптарын біріктіреміз. X квадрат минус 8x қосылған 15 кіші 0-ден де бірінші теңсіздікті жазып алайық, сосын екінші теңсіздікті мына жерге жазайық. 2x қосылған 1 үлкеніне тең x қосылған 3 дейміз. Квадрат теңсіздік енді бағанан бері шығарып жатырмыз, оны бірден не істейміз? Дискриминант тең 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 15. 64 азайтылған 60 тең болады 4. X біріншісі 8 қосылған түбірасты 4 2-ге тең болады. Бөлеміз 2-ге. Жауап 5. X екіншісі 8 азайтылған 2 бөлінген 2. 8-ден 2-ні азайтсақ, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Болды. Бірінші теңсіздіктің түбірлерін тауып алдық.
Енді мына теңсіздік сызықты теңсіздік болады. X-тарды бір жаққа жинаймыз, сандарды бір жаққа. X мына жаққа қарай минус X деп өтеді. Үлкеніне тең 3, ал 1-ді мына жаққа қарай минус 1-ге өткіземіз. Сонда 2x-тен 1x-ті азайтсақ, x-тің өзі қалады. X үлкеніне тең 2-ден. Бұл жерде де дайын. Енді екі теңсіздікке екі сандық түзу саламыз. Мынау біріншісіне, мынау екіншісіне. Алдымен бірінші теңсіздікте бізде 3 деген жауап болады, сосын 5 деген жауап болады. Ал екінші теңсіздікте бұл жерде де естеріңде болар, иә, мына сандарды қалай солай орналастырмаймыз. 3-тен алдындырақ тұрады. 2-ні және бояймыз оны. Өйткені бұл жерде теңдіктің белгісі бар. Енді x-та 2-ден үлкен сандардың барлығы 2-нің оң жағында орналасады, оны былай бояп қояйық. Ал теңсіздікте, бірінші теңсіздікте бағана айтқандай квадратты теңсіздік болатын болса, мына жерден кіші 0-ден болатын болса, біздер оның ортасын бояймыз. Яғни біздің шешімдер осының ортасында орналасқан. Осылай штрихтаймыз. Ал егер бізде таңба былай үлкен болып тұрса, бағана екінші есептема бізде болды. Ондай кезде біздер екі жағын боядық. Сол себепті енді әр нүктеден біздер мынандай асимптота жүргіземіз, түзу деп айтамыз. Сосын осындай аралықтарға бөлінді. Минус шексіздіктен 2 деген аралық, 2-ден 3 деген аралық, 3-тен 5-ке дейін, 5-тен плюс шексіздікке дейін. Қайсы аралықты да біріншіде де, екінші түзуде де бізде штрихталған, боялған. Ол 3 пен 5 аралығында. Міне бірінші теңсіздікте де, екінші теңсіздікте де. Сондықтан жауабы 3 пен 5 аралығы деп бүйтіп жазамыз. Бұл теңсіздіктер жүйесі осылай шешіледі, достар. Басқа да алгебра, геометрия жұмысын біздің арнадан қарай аласыңдар. Каналға тіркеліп, сұрақтарың болса, пікірлеріңді комментарийда қалдырып кетіңдер.